Жамбылда жеке және заңды тұтынушылардың 500-ден астам өтініші қаралған. Тұрғындардың құқықтары көбіне бөлшек саудада жиі бұзылатыны анықталды. Аталған көрсеткіш 61,3%-ды құрап отыр. Бұл туралы облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Байқадам Дүйсенбаев айтты. Жамбыл облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мәліметінше, былтыр жеке және заңды тұлғалардың 788 өтініші қаралған. Олардың басым бөлігі бөлшек саудаға тиесілі. Сонымен қатар тұрмыстық қызмет көрсету саласына қатысты да шағымдар өте көп. Биылғы көрсеткішті 2020 жылғы кезеңмен салыстырғанда 2,6 есеге артқаны байқалады дейді спикер. 2021 жылы азаматтардың өтініштері бойынша 60 тұтынушының өтініштері қаралып, оның ішінде 32 жазбаша, 28 ауызша түрде қаралды. 18 өтініш қанағаттандырылып, барлығына сотқа дейінгі жұмыстары атқарылып, 30 тұтынушы ауызша кеңес алған. 6 өтініш қарастырылуда, бір тұтынушы өзінің құқықтары қорғаудан бас тартты. Айта кетейік, тұтынушылардың өтініштерінің 531-і қанағаттандырылған. Нәтижесінде шағым иелеріне 18,788,877 теңге қайтарылған және 70 тұтынушы сапасыз тауарларын айырбастаған. Сонымен қатар Еркінбек Байқадамұлының мәліметінше 228 тұтынушыға түсініктемелер берілген. Ардана Жарылқасын, Аңсар Тілепбергенов, Аймақ.